Сәлем достар, бүгін сочники пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Өте керемет және рецебі оңай. Міндетті түрде көріңіздер достар. Ал енді біз құрамына кірісетін боламыз. Ұнға разрыхлитель 3 қасық қантымызды салдық. Және оны араластырып, сармайымызды салып, крошка жасайтын боламыз. Мына крошка жасалды, және осыған бір жұмыртқа және сметанамызды араластырып, тұз себуді ұмытпайық қыздар. Осыны араластырып қамыр елейтін боламыз. Енді осыны тынықтырып, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмаға творог, қантымызды, ванилийімізді міндетті түрде иісі өте керемет болып шығады, және жұмыртқаның сарысын салып, барлығын араластырып, осындай жасаймыз. Бірақ кішкене творогтарыңыз құрғақ болу керек. Егер де сулы болып кішкене влажный болса, онда бір қасық ұн салып, қайтадан араластырыңыздар. Міне менің қамырым тыныққан, өте керемет болып тұр. Енді осыны бөліктерге бөліп, қазір шарик жасайтын боламыз. Мен 55-60 грамдай жасаймын әрбір шаригімді, және осыны домалақ қылып, әдемі қылып жайып, ортасына бір қасықтан творогын салып жабыстыратын боламыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін қалай жасайтынды. Ешқандай қиыншылығы жоқ, өте әдемі болып шығады. Қараңыздар, бір қасық творог саламыз. Және шетінен жауып, 2 қапталынғана қысатын боламыз. Көрдіңіздер ме, дәл осындай болып шығады. Міне тағы да көрсетейін. Осылай жұқартпайсыздар қатты, кішкене средний қылып, қатты үлкен қылып та жаймайсыздар. Дәл осындай қылып жаясыздар да, ортасына бір қасық қана творог саламыз. Дәл осылай енді жауып, 2 қапталынғана қысатын боламыз. Мінекей дәл осылай барлығын қойып шығып, бетіне жұмыртқаның сарысын кішкене сүт құйып жағып шығатын боламыз. Енді осыны 180 градуста бір 25-30 минутта пісіп шығады. Иісі бұрқырап, өте керемет болып пісіп шықты. Қараңыздар, қандай әдемі бөлгенде. Өте керемет болып бөлінді. Міне дәл осылай ұсынсаңыздар болады. Бетіне сахарный пудраны сеуіп, кереметтей осылай қылып шығаруға болады. Міндетті түрде жасаңыздар.